Армысыздар, тікелей эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда Нұргүл Исабекова. Өңірімізде сыбайлас жемқорлықпен күресу қалай жүріп жатыр? Сыйлық қалған шенеунік қандай жазаға тартылады? Санаулы ұрпақ жобалық клубының міндеттері қандай? Бұл туралы сұрақтарға бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Нұрлан Жахин және мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті жас мемлекеттік қызметкерлер кеңесінің төрайымы Айгерім Манабаева жауап беретін болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, тікелей эфирге хабарласуға болады. Нөміріміз 55-76-40. Нұрлан Серікұлы, Айгерім Бауыржанқызы, студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы соңғы уақытта өзекті жаңағы мәселелердің бірі парамен ұсталған шенеуніктер жиіліп кетті. Бұның себебі неде және осыған тоқталып өтсеңіздер, қандай шаралар атқарылды қазіргі таңда? Қайырлы кеш, Арнагүл. Осындай мүмкіндік бергеніңізге рахмет. Енді біріншіден айтып өту керек, негізінен сыбайлас жемқорлық фактілері, қылмыстары жылдан жылға керісінше кемуде. Мүмкін алдыңғы жылдарға қарағанда қазір уақытта агенттікпен жаңағы жұртшылықпен байланыс, бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жұмысы дұрыс жолға қойылып, халықтан жаңағы осындай ақпаратты құпия сақтамай, керісінше кеңірек айту мақсатында кейбір адамдардың жаңа пікірінше көбейген секілді болар. Бірақ та нақты статистикаға сүйенсек, қазіргі уақытта 2016 жылмен салыстырғанда 23%-ға сыбайлас жемқорлық қылмыстары кеміген, бұл республика жалпы бойынша. Енді ол өңір-өңірде бұндай тенденция негізі байқалып жатыр. Бұның негізгі себебі ол біріншіден біздің агенттік төрағасының тапсырмасы бойынша, елбасының берген нұсқау тапсырмалары бойынша Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы дұрыс және де қоғаммен дұрыс қабылданып, мемлекеттік органдармен, оған қоса жаңағы өкілетті біз орган бармыз, барлығы қолға алынып, қоғам өкілдерімен бірлесіп, бұл жаңағы превентивтік шаралар, алдын алу шаралары кең жүргізілуде. Екіншіден айтып өту керек, қылмыстар бойынша. Бұл уақытта, мысалы, алатын болсақ, бір қылмыстық іс тергеліп жатса, бұның қорытындысы бойынша тергеуші жаңағы қылмыс жасалған мемлекеттік органға представление ұсыныс хат енгізеді, ұсыным хат. Яғни бұл органда неліктен бұндай қылмыстық іс жасалды, бұған қандай себептер болды, не үшін мысалы пара алды, немесе мемлекеттік мүлкін талан-таражға салып, жаңағы ұрлық жасады мемлекеттік бюджетте. Сондықтан болар бұндай жұмыс, яғни тергеуші ұсыным хат жолданған соң, бұл қылмыс жасаған қылмыскердің ұжымында кеңінен талқыланып, бұл неге болды, басшысы қатысады, біздің басшылық қатысады, ұлттық бюроның басшылығы қатысады, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығын қатысумен кең түрде барлығына жарияланады. Сондықтан да әр мемлекеттік органда өзің жаңа айтып өткендей керісінше өсу емес, азаю тенденциясы байқалуда. Ол енді бұл былай қараса, біз кең айтамыз ол туралы, қылмыстық жасаған адамдар туралы, өйткені жаңағы тек қана алдын алу шараларын өткізбей, енді қудалау жағы да кең қарастырылу керек. Өйткені өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы бізде 3 бағыттан тұрады. Ол жаңағы оқыту, алдын алу, яғни превентив шаралар, және жаңағы қудалау. Ол жаңағы сондықтан да осы 3 бағытта да біз кең жұмыс істесек, бұл бізге неге апарады? Ол сыбайлас жемқорлықтың азаюына, жаңағы себептердің болмауына, жалпы қоғамның сана сезімінің өзгеруіне, мемлекеттік қызметтердің сапасының артуына келіп соғады. Бұл енді қазір уақытта болып жатыр. Осы тенденция енді мемлекеттік қызметтер де болса, жаңағы ашық әкімдіктер болса, бұның барлығы әкімдік бастамасымен, біздің бастамамызбен, нұсқауларымызбен, жаңағы арнайы мониторинг топтың нұсқауымен бұндай игі шаралар облыста да, жалпы республика көлемінде кең жүргізілуде. Оны біз күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп жатамыз. Жалпы сонда бұл ақпараттық агенттіктердің қазіргі таңда белсенділігін көруге болады, бұл ретте?
Бұл ретте енді бір уақыттары болды, мысалы, үлкен белгілікті жаңағы жоғары лауазымды тұлғаларды ұстап жатқан кезде бұндай ақпарат енді құпия сақтау қиын болғанда журналистер біліп белгілікті бір жаңағы сұрау хат жолдап кейіннен оған жауап беріп, ал қазір мысалы төрағаның тапсырмасы бойынша бұндай енді құпия сақтайтын ештеңе жоқ. Егер де жаңағы оның құқығын бұзбай, жаңағы қадағалау органның келісімімен белгілікті біз ақпараттарды беріп отырамыз. Ашық түрде? Иә, ашық түрде, өйткені брифингтер орталық аппаратта жұма сайын өткізіледі. Мысалы, сонымен қатар өңірлерде болып жатқан жаңағы қылмыстық фактілерде оны орталыққа біз жолдап, орталықта бұл жаңағы жиналып, бүкіл ақпарат салалар бойынша немесе жасаған тұлғалар бойынша жиналып, күнделік жұма сайын беріліп отырады бұқаралық ақпарат құралдарына. Сондықтан болар адамдарда мысалы кейбір журналистерде ой қалыптасуы мүмкін, жемқорлық жылдан жылға артып барады деген секілді. Қоғамның арасында, тек қана журналистердің арасында емес? Мен айтқан қателігім бұл, жалпы қоғам арасында деп ондай мүмкін болар, бірақ та статистика көрсеткенде керісінше сол қоғамның өзінің белсендігінің арқасында бұл керісінше кемуде. Өткені бізге колл-центрға келіп түскен арыздардың өзі де, мысалы, былтырғымен салыстырғанда биыл 2 есеге артқан. Көрдіңіз бе, ол мысалы, ол да соның айғағы, яғни солай деп ойлаймыз. Ол біздің ғана шешім емес, ол жалпы статистикамен де дәлелденген, қоғам өкілдерінің пікірімен де дәлелденген мәліметтер, енді сондай пікірлер деп мен солай ашық түрде айта аламын. Жауабыңызға рахмет. Жалпы қазіргі таңда мемлекеттік қызметкерлердің арасында жастардың да үлесі үлкен. Бұл ретте оларды жаңағы сыбайлас жемқорлықтан алшақтату үшін қандай да бір шаралар атқарылуда ма? Әрине, жалпы осы сіздің студиямызға келгеніңізге өте қуаныштымыз. Барлықтарыңыз білетіндей, осы жылы жастар жылы деп жариялаған болатынбыз біздің елбасымызбен. Сондықтан да осы аясында, осы жастар арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарылату бойынша бізде жалпы Павлодар өңірімізде көптеген іс-шаралар, бағдарламалар іске асырылып жатыр. Соның жаңағы осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жемқорлыққа қарсы жаңағы департаментпен бірлесе отырып, бірінші бұл жаңағы біздің кеңес, бұл жас мемлекеттік қызметшілер кеңесі құрылған болатын. Бұл кеңес 3 жылдан бері өз қызметін жүргізіп жатыр. Басты мақсаты бұл жаңағы жас мемлекеттік қызметшілер арасында осы жемқорлықты мәдениеті жоғарылату бойынша әлеуетті жаңағы осы мемлекеттік қызметшілер әлеуеттерін дамыту бойынша көптеген шаралар, бағдарламаларды жүзеге асыру. Сонымен қатар бізде жаңағы Павлодар облысы жаңағы жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасы негізінде жас көшбасшы мектебі бар. Оның басты мақсаты бұл да жаңағы жастар арасындағы, яғни студенттер арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарылату. Ол қалай жүзеге асырылады? Осындай сұрақ туындауы мүмкін. Біріншіден бұл жаңағы осы студенттер арасында, яғни түлектер арасында осы мемлекеттік қызмет имиджін қалыптастыру. Сонымен қатар жаңағы жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарылату біріншіден бұл құқықтық сауаттылықтан басталады. Одан кейін азаматтық позициясын жоғарылату. Яғни осындай жас буынға, яғни жемқорлыққа төзімділік пайда болады. Сонымен қатар жаңағы осы мектептен басқа бізде жаңағы жарты жылдан бойы өз қызметін жасауда бұл саналы ұрпақ мектебі, клубы. Бұл жаңағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесе ашылған. Бұның басты мақсаты бұл студенттер арасында осы жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарылату, көптеген жобаларды жасау, бейнеролик, жаңағы одан кейін әлеуметтік желілерді жаңағы осы халық арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетін жоғарылату үшін жаңағы көптеген челлендждер, жастарға жақын форматта шараларды жүргізу болып табылады. Жалпы жаңағы саналы ұрпақ жобалық клубы туралы айтып өттіңіз. Онда нақты кімдер кіреді? Саналы ұрпақ бұл жаңағы студенттер, яғни жоғары оқу орындарының студенттері, сонымен қатар жаңағы колледж студенттері, оқушылары. Бірақ мектеп қабырғасында бұл жаңағы адал ұрпақ деп аталатын клуб
бар. Яғни жоғары оқу орын мен колледжер қабырғасында бұл саналы ұрпақ клубы. Сонда сіздердің қазіргі мақсаттарыңыз тек қана мемлекеттік қызметшілер арасында ғана емес, сонымен қатар колледж, студенттер арасында да бұны насихаттау болып табылады, иә? Әрине, бұл бұның аясында көптеген дәрістер оқытылады, яғни жоғары тұрған лауазымды басшылармен бірлесе отыра. Сонымен қатар осы жылы біздер 100-ден аса іс-шараларды жүргіздік осы аясында. Яғни біздер Павлодар өңірімізге барлықтарыңыз білетіндей, яғни Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің жоғары басшылары келді. Солармен бірге ашық форматта, ашық пікір форматтағы TEDx форматында біздер ашық алаңдар, пікір алмасу алаңдарын өткіздік. Яғни бұл аясында жас буындар осы өзіне қажетті мемлекеттік қызметке кіру бойынша сұрақтарын қойды және де жауаптарын алған болатын. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Жалпы өткен жылдың соңында күзет агенттіктермен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында меморандумға қол қойған болатынсыз. Соған тоқталып өтсеңіздер. Иә, бұндай шара жүргізілген болатын. Оның басты бағыты мемлекеттік органдарда кейбір адамдар мемлекеттік қызмет талапта оған келіп, оның үстіне сыйлық сыйлайды. Кей кезде сыйлықты мемлекеттік қызметші өзі талап етпеуі мүмкінді. Бірақ та келіп оған берген кезде мемлекеттік қызметші оны алудан мүмкін. Кей кезде енді ондайда фактілер болып жатады, егер мемлекеттік қызметшілердің өзі бір сөзбен, әрекетімен деген секілді сыйлықтарды мысалы талап ету мүмкін деген секілді мәселелерде туындап қалуы мүмкін. Сол уақытта енді күзет қызметкерлері бұны алдын алады деген оймен осы жылдың соңында, жаңа жылдың алдында күзет мемлекеттік органдарды күзететін, сонымен қатар ойын-сауық, дискотека, сол жерде кафелерді күзететін күзет агенттіктермен біз меморандумға қол қойдық. Неліктен? Өйткені бұнда тек қана сыйлықтар емес, этика мәселелері де болуы мүмкін. Кейбір енді бұл қазір толығымен жоқ деп айтуға болмайды, бірақ та кейбір енді мемлекеттік қызметшілер қызметін асыра пайдаланып, әдептілік нормаларын бұзып, бір қатерлі емес, енді өзі қоғамнан жатпайтын қылық жасауы мүмкін, теріс қылық, жағымсыз теріс қылық жасауы мүмкін. Сондықтан да сол бағытта оларды күзет қызметкерлері бізге алдын ала айтып, осындай мемлекеттік қызметшілер өздерінің корочкаларын көрсету мүмкін, мысалы, сондайды алдын алу бойынша. Енді ең басты мақсат сол болған сыйлықтарды алдын алу. Өйткені кей кезде осы мейрамдар арасында жаппай келуі мүмкін. Өйткені мысалы денсаулық сақтау саласы бар, өйткені бір көмектеседі, олар енді шын ниетпен әкелуі мүмкін. Бірақ та енді ол мемлекеттік қызметші болғандықтан заңға сәйкес ол алмауы міндетті. Егер алғанның өзінде мемлекеттік мүлік жергілікті департаментіне барып тапсыруы міндет. Сондықтан да күзет қызметкерлерімен енді бұл жұмысты белсендірді деп айтуға болады. Енді былай олардан кей кезде ақпараттар түсіп жатады. Енді біз оны алдын алып, оны тапсыртқызып жататын жағдайлар болды. Қазіргі таңда осы алдын алу шараларының нәтижесі бар ма? Қандай алдын алу дейсіз? Осы күзет агенттіктермен ондай әрине нәтижелері бар. Бұлай айтып өтсем, жалпы жылдан жылға бұндай фактілер енді кемуде. Мысалы 17 жылмен салыстырғанда 18 жылы 8 есе кеміді деп айтуға болады. Өйткені 17 жылы бұл 20 біз сыйлықты анықтаған болатынбыз, фактілерді, оның барлығы тапсырылды мемлекеттік мүлік департаментіне. Бірақ дегенмен бұны ақпараттандыру жұмысы кең өткізілгеннен болар ма? Бұл жұмыс мемлекеттік органдардан біз алдын ала ақпараттандыруға байланысты бола ма? Әйтеуір мемлекеттік қызметшілер сыйлықты алу фактілері кеміді.
Бір-екі органға қатысты болды. Олар енді аттарын айтпай қояйын, бірақ алдын ала олар күзет қызметкерлері бізге хабарлағаннан кейін олар өздері апарып, өз жаңағы сыйлықтарын өздері апарып, мемлекеттік мүлік департаментіне тапсырды бұл. Жалпы бұл қалай жүзеге асырылады? Мысалы, шенеунікке келген жаңағы қонақ, мемлекеттік мекемеге келген соң күзет әр мемлекеттік органда күзет қызметкерлері бар ғой. Егер кез келген күзеткер болса, күзетші болса, ол сұрайды ғой, кімге сыйлық, не үшін? Ол егер бұл заңға қайшы әрекет деп айтады. Жалпы қандай мақсатпен келген анықтайды? Не үшін, кімге бұндай жасауға болмайтынын алдын ала хабарлайды. Егер қалдырып кетсе, осындай адамға беріңізші деп, олар да қабылдамайды, алып кетіңіз деп. Егер болмай жатса, олар бірден бізге хабарлайды, осындай мемлекеттік органға осыншама сыйлық алып келді. Соны алдын алу фактілерін жолын кесу бойынша біз өзіміздің қызметкерлеріміз жібереміз, егер сондай болып жатса. Енді екі факті болды, оны біз алдын алдық, жаңа жылдың басында болған еді. Жалпы сыйлық алған үшін мемлекеттік қызметкерге қандай жаза тағайындалады? Бұл енді әкімшілік кодекс бойынша айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлға тарту жазасы кесіледі. Егерде оны екі жағы бар, егерде жеке тұлға мемлекеттік қызметшіге беретін болса сыйлықты, онда 200 айлық есептік көрсеткіш, қателеспесем. Одан егер мемлекеттік қызметші өзі қабылдаса, ол 500-ге дейін бару мүмкін. Сонымен қатар, егер жеке кәсіпкер тұлға, бизнесмен мемлекеттік қызметшіге сыйлық сыйласа, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін бару мүмкін. Сондықтан да бұл олар білмеуі мүмкін. Сыйлық жалпы 4000 теңге тұруы мүмкін немесе 3000 теңге да, ал төлейтін айыппұлы 200 мың, 300 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Сондықтан да әр кез келген азамат өз білу керек. Мемлекеттік қызметші ол халыққа қызмет ететін қызметші. Біздің міндет халыққа қызмет етеді. Егер де ол сол қызмет етіп, сол үшін жалақы салып, оның үстіне сыйлық алып, пара алып жатса, ол әрине заңмен қудаланады. Бұл ретте сонда жаңағы сыйланған сыйлықтың құнында ешқандай шектеу жоқ, е? Мысалы үшін айыппұлдың. Жоқ, сыйлықтың сомасы енді былай қараса бізде заңда жазылған, егер 2 айлық есептік көрсеткіштен асса, ол қылмыстық жауапкершілік, 2 айлық көрсеткіштен кем болса, ол әкімшілік жауапкершілік деп. Сондықтан да егер де берілген сыйлық әрине 200 мың, 300 мың, 500 миллион теңгеге дейін барып жатса сыйлық, әрине ол қылмыстық, өйткені ол белгілікті бір қызметтік бабында, қызметтік бабын пайдаланып, яғни осындай сыйлық алып жатса, ол әрине қылмыстық кодекске жатады. Сонда жаңағы сыйлық алған мемлекеттік қызметкермен қатар сыйлық берген жеке тұлғада айыппұлға жазаға тартылады. Бізде бұндай биыл фактілер болды. Жалпы 3-4 факті тіркелді, оны жаңағы біз алған адамды жауапкершілікке тарттық та, берген адамды да сотпен жауапкершілікке тарттық. Оған екеуіне де біреуіне қателеспесем 500 мың теңгеге, екіншісіне берген адамға 200 мың теңгеге дейін айыппұл төлеуге тура келді. Ол енді көп ойлайды, апара салам деген секілді. Ол уақытта егер біздің қызметкерлер болса, немесе күзет қызметкерлері алдын ала айтса, егер берген болса, оны жауапкершілікке тартылады. Егер кім мемлекеттік қызметші алып, мен алдым, бірақ та мен оны 7 күн ішінде жаңағы мемлекеттік мүлік департаментіне тапсыратын айтса, онда ол әрине жауапкершілікке тартылмайды. Сонда сіздің сөзіңізге сүйенсек, мемлекеттік қызметкер жаңағы өз алған сыйлықты 7 күннің ішінде тапсыра алады. Сонда оған ешқандай жаза қолданылмайды. Оны қайда тапсырылады? Ол жеке мүлік жаңағы департаментіне, приватизация имущество департаменті аумақтық бөлімшесіне тапсырылады. Олар өз кезегінде жаңағы оны аукцион арқылы сатады, немесе сол қорда сақталады, алса алады, алмаса олар аукционда тұрады, сатылып.
өз бағасын жаңағы нарықтық бағасымен қояды. Жалпы пара сыйлық алған шенеунік туралы сіздерге хабарлаған адам жаңағы бір сыйақы алады. Оның көлемі қандай? Ол қаулымен бекітілген болатын, үкімет басшысының қаулысымен. Бұл енді қателеспесем 2013 жылдан бастап келе жатқан дүние, енгізілген жаңағы тәжірибе. Бұл басқа елдерде де кең қолданылады. Өйткені пара берген адамдар туралы хабарлаған, алған адамдар туралы хабарлаған, немесе басқа да жолмен жәрдемдескен адамдарға сыйақы беріледі. Оның сомасы, ол да айлық есептік көрсеткішпен еселенген. Мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хабарлаған адам, жаңағы сыйлық туралы хабарлаған адам, мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы сыбайлас жемқорлық. Ол 30 айлық есептік көрсеткіштен болады. Енді ең аса ауыр сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық емес, қылмысы бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде хабарлаған адам сыйақыға өзі иелене алады. Бірақ та бұның өзі сотпен дәлелденген жаңағы үкім болу керек. Егер әкімшілік болса, жаңағы ол да соттың шешімімен расталған, заңды жүзіне енген, сол уақытта ғана жаңағы ұлттық бюроның басшысының бұйрығымен бұйрық шығып, белгілікті бір қордан оған ақша бөлінеді. Ол яғни жылдың басында бекітіледі, кейіннен осы адамға сыйақы ретінде беріледі. Енді бұл қазір уақытта агенттік төрағасының соңғы алқа мәжілісінде айтылған нелері болды, өзінің ұсыныстары. Сол уақытта осы жаңағы тәжірибені басқаша енді өзгерту мәселесінде қозғап жатыр. Болашақта көре жатармыз, егер де кейбір мемлекеттер енді жаңағы егер мемлекеттік қызметші шарт түрде айтсақ 1 миллион теңге ұрлаған болса бюджет қаржысына, жаңағы сол туралы хабарлаған адам, сол ұрланған, ол мемлекетке қайтарылады ғой. Сол хабарлады, мемлекетке қайтарылды, сол соманың мысалы белгілікті бір пайызын, ол бізде қазір жоқ, бірақ та кейбір мемлекеттерде бұндай тәжірибе бар. Сондықтан да мүмкін болашақта бізде мысалы сондайда тәжірибе енгізілуі мүмкін. Жалпы өткен жылы жаңағы сыйақы алған адамдардың саны қанша? Биыл алғандар бар ма? Нақты қазір мен сізге енді биыл ол біздің мысалы департамент, біз бір агенттіктің қарамағында ұлттық бюро және мемлекеттік қызмет істері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменттері бармыз. Қазір нақты Павлодар облысы бойынша мен нақты статистика жемқорлық фактілері туралы жоқ, айта алмаймын. Егер де эфир біткеннен кейін қосымша мысалы сіздерге мәлімет үшін оны ұлттық бюродан сұрастырып жіберуімізге болады. Түсінікті. Жалпы жастар арасында жемқорлықтан алшақтату үшін тағы қандай шаралар көрілді? Жаңағы сіз айтып өткендей, бүгін күні осы екі жақ, яғни алушы және беруші, осы тарапынан біздер көптеген сауаттылық, осы жастар арасында сауаттылықты жоғарылату бойынша арнайы бізде мобильдік топ құрылған болатын, яғни стоп коррупция деп аталатын. Осы топқа, яғни осы жастар арасында көшбасшы, одан кейін жаңағы жетістікке жеткен жас буын кіреді. Сонымен қатар жаңағы департамент өкілдері мемлекет қызмет бойынша, басқа да құқықтық саладағы жаңағы мамандар кіреді. Осы аясында біздер биыл, яғни 19 оқу орынға барып, жаңағы арнайы дәрістерді оқытып, яғни бұл дәрістер тек қана жаңағы бұрынғы форматта емес, жаңа форматта, жастарға жақын форматта, яғни ашық алаң пікір форматында өткен болатын. Яғни жаңағы равный к равному дейміз, яғни жастар арасында, осы жастар тарапынан осы жемқорлық жаман нәрсе деп жаңағы осы жастар арасында тарапынан айтылған дәрістер. Сонымен қатар жаңағы осы топқа қазіргі таңда бізде мен айтып өткендей жетістікке өзі жеткен, өздерінің жаңағы біліммен,
жаңа өзінің бәсекелестікпен жеткен осы жастар арасындағы азаматтық позициясын жоғарылату аясында жаңағы осы мобильдік топ құрылған болатын. Осы мобильдік топқа қазіргі таңда Аяжан Курманова, бұл жаңағы жас еріктілер мектебінің көшбасшысы, одан кейін Асхат Сүнчалиев, бұл жаңағы осы жас көшбасшы мектебінің басшысы кіреді. Олар жаңағы жастарға жақын сөздермен осы жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарылатып, көптеген жаңағы шараларды жүргізіп жатыр. Дебаттарды да жатқызуға болады. Жыл сайын біздер осы жастар арасында, яғни студенттер арасында осы жемқорлыққа тақырыбында жаңағы арнайы дебаттар өткізіледі. Одан кейін біздер жаңағы департаментпен бірлесе отырып, яғни әлеуметтік желілерде конкурстар өткіздік. Бұл жаңағы осы конкурсқа жаңағы челлендждер жатады, тағы басқалар жатады. Жалпы қазіргі таңда бізде яғни жастар буыны осы жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарылатуға ашық деп ойлаймын. Толықтырып өтсем, жаңағы шынында да жастар ол неліктен оларда болашақта өсіп, жетіліп бір орында қызмет жасайды. Бұл мемлекеттік қызметші болсын, мемлекеттік орган болсын, немесе бизнес саласы болсын, жаңағы квази мемлекеттік органдар болсын, аурухана болсын, білім беру мекемесі болсын, кез келген жалпы жай азамат болған өзінде бір өсіп жетілген кезде өзінің балаларын тәрбиелейді, қоғаммен байланысады, мемлекеттік қызметтерді алады, әкімдікке барады, біреуге арыз жазады, өзінің құқығы бұзылады деген секілді мәселе. Ол сол уақытта құқықтық сауаттылық жоғары болу керек. Егерде неліктен жаңағы жастарға қазір өте аса маңызды рөл беріліп отыр, өйткені олар өсе келе бұндай сұрақтарды бірден қалай шешеді, бұл уақытта не істеу керек, қайда бару керек, қай орган немен айналысады, бұның бәрін білу керек. Өйткені біз мысалы өзіміз енді ол уақытта енді басқаша болды, кішкентай кезде мысалы біз мектеп қабырғасында енді университетте білдік, бірақ мектеп қабырғасында мысалы мүлдем білген жоқпыз, қандай орган немен айналысады деген секілді. Солай ғой, рас қой. Ал қазіргі уақытта қарасаңыз, мемлекеттік мекемелер ашық есіктер күні өткізіледі. Осы жуырда ғана ұлттық бюрода мысалы бізде департаментте ашық есіктер күні болды, барлығы келіп таныса алады. Сонымен қатар мектептерде адал ұрпақ клубтары бар, еріктілер клубтары. Оларда жаңа театралдық көріністер, жемқорлыққа қарсы тақпақтар, билер, әртүрлі постановкалар, сценка, бұрыштамалар, бұның барлығы бір болашақта адам болам деген балаға, енді үлкен сынып оқушыларына, ол бір сигнал, тәрбие, ақыл, дамытуына, сана сезімінің артуына бір септігін тигізеді. Сонымен қатар айтып өтейін дегенім, жастар арасында қазір университеттерде арнайы пәндер бар, жемқорлыққа қатысты. Жаңа мектептерде әр пәнге бағдарламаға енгізілген сабақтар бар. Егер баяғыда бұның барлығы болмаса, қазіргі бағанда тәрбиеленеді. Өсіп жетілген кезде, егер бұның барлығын қабылдамаса, жемқорлық аз мемлекетте содан бастаған. Ел болам десең, бесі күнді түседі қазақ. Солай ғой. Егерде жемқорлықсыз ел болғымыз келсе, бізді оқыту, ағарту жұмыстарына ерекше мән беру керекпіз. Сондықтан да жастар арасында бұндай саналы ұрпақ, Әйгерім секілді жастар осындай жұмысты бастап, басқа жастарды тартып, бұндай жастардың 100 емес, 200, 200 емес, 500, 500 емес, 100 мыңға дейін жетсе, өзі ерігімен осындай жұмысты жүргізем деген. Сонда ғана біздің қоғамда бір өзгерістер пайда болады. Түсінікті. Жалпы өткен жылы адалдық алаңы жобасы жүзеге асырылған болатын. Қазіргі таңда жұмысы қалай жүріп жатыр? Соған тоқталып өтсеңіздер. Ертіс адалдық алаңы жобасы облыста ашылған, біз өткенде хабарда хабарлаған болатынбыз. Бұның жобаның кураторы әкім облысының орынбасары Мейрам Мұхаммед Рахымұлы жанында ол проекттің өзінің басшысы бар, оның ол қоғам өкілі. Енді біздің тараптан да топқа кірген адамдар бар. Қазіргі уақытта
бұл проекттік кеңсе денсаулық сақтау саласындағы мәселелерді талдап, олардың шешу жолдарын енді анықтама ретінде қазір уақытта, енді шын айтса, біз аяқтадық. Денсаулық сақтау саласын жуық арада әкімдікте презентациясын жасап, белгілі органдардың осы мәселелердің шешуіне емханалардың белгілі ұсынымдар енгіземіз. Адалдық алаңы жыл ішінде жүргізіледі өз жұмысын. Бұдан кейін жаңағы білім беру саласы, тұрмыс үй коммуналдық шаруашылық саласы, ауыл шаруашылығы саласы, тағы қандай бізде салалар бар. Құқық қорғау органдарының қызметі жайлы жаңағы бытовой тұрмыстық жемқорлық дейді, соларды жою бойынша ең басты мақсат сол негізі. Сосын жаңа қолайлы жағдай жасау адамдарға. Сол бағытта енді жұмыс былай қараса жоғары қарқынмен жүргізілуде. Енді ертең бізде ұлттық бюрода жаңағы орталық аппаратпен байланыс болады. Сол уақытта әр облыстың қандай жобаларды жасасап, енді адалдық алаңы шеңберінде біз Ертіс ауданы дейді, сол ауданда автокөлік несін беретін, куәлігін беретін жеке РЭО-ның жұмысын біз халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстырдық, көшірдік оларды. Өйткені олардың арасында жаңағы тікелей байланыс болмау үшін, өйткені хат хабарлар келіп отырды бізге, жемқорлық көріністер бар деген. Сондықтан біз осы жұмысты Ертіс адалдық алаңының бастамасымен жүргізіп, аудан әкімінің қолдауын тауып, жаңағы департамент полициясының қолдауын тауып, енді бұл жұмыс осы аяқталды. Енді осы форматта енді Екібастұз қаласына жүргізбекшіміз. Негізі Ақсуда бұл енді одан бұрын жүргізілген. Неге десе, өйткені осы куәлік алу, нөмір алу деген мәселелер адамдың сыбайлас жемқорлық көріністері жиі байқалатын салалардың бірі. Сондықтан біз оларды халыққа қызмет көрсету орталығына көшірдік. Осы бір жаңағы игі шараның бірі деп айтуға боларлықтай. Түсінікті. Жалпы биыл Астана министрлігінің үлгісінде өңіріміздің мемлекеттік мекемелеріндегі компьютерлерді жаңағы жұмыс уақыты аяқталған соң, яғни 18:30-да жаппай сөндіру жоспарланған болатын. Қазіргі таңда бұл жүзеге асырылды ма? Қазіргі уақытта 90% дерлік бұндай бағдарламамен қамтамасыз етілді. Олар өздерінде бұл тегін бағдарлама, тек қана арнайы маманның қатысуын талап етеді. Кейбір әкімдікте мысалы бөлімдер көп, сондықтан да ол бұл жұмысты кейіннен көп кішкене шегеріп, енді қазір уақытта дерлік қамтамасыз етілді. Біз өзіміздің мониторинг жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Мемлекеттік органдардың осы жұмыс уақытын сақтау, мемлекеттік қызметшілердің құқықтық, конституциялық құқықтары, еңбек кодексін бұзбау бойынша тексеріс, рейдтік мониторинг шараларды жалғастырамыз. Әлі де болса бұндай фактілер жоқ деп толығымен айта алмаймын, бірақ та болып жатқанның өзінде бұл заңды болуға тиіс. Кез келген мемлекеттік органның басшысы егер өз қызметкерін жұмыстан тыс уақытта басқа бір тапсырмамен жүктеп жатса, бұл белгілі бір бұйрықпен, қызметтік хатпен толтырылып жасалуға тиіс. Өйткені Астанада министрліктерде барлығында бұл енді жұмыс оң жолға қойылған. Бұны қоғамдық республикалық мониторинг топ өзі мониторингтеп жатады. Бірақ та жергілікті жерде енді бұрынмен салыстырғанда қазір енді біршама уақытында кетіп, өздерінің алғыстарын білдіріп жатқан қоғам өкілдеріне моменттер енді жетерлік. Бірақ та дегенмен де біз бұл жұмысты қалт жібермейміз. Алдағы уақытта да мониторинг жұмысын жалғастырып, егерде болып жатқан өзінде бұқаралық ақпарат құралдарымен шығып, сондай мақсат бар, республикалық болсын, егерде бұзылып жатса, енді барлығына көрсету керек. Егер кейбір мемлекеттік қызметшілер айтады, біз өз еркімен қаламыз деген. Ендеше сен өз еркімен қалсаң, мемлекет өз қалтасынан свет үшін төлейді, компьютер үшін төлейді, жылу үшін төлейді. Сол мәселелерді мемлекеттік қызметші өзі өтеуі тиіс.
Бұл ретте жаңағы жұмыс беруші жауапқа тартылады ма? Әрине, егер де заңсыз болса, ол жаңағы еңбек департаменті бар ғой, ол солар айналысады тікелей. Біз оларға мониторинг егер барысында тіркелсе, бір акт отырып, соларға тапсырамыз. Олар енді дұрыс бұрыстығын анықтап, тексеріп жүргізіп, бізге хабарлап жатады. Енді мемлекеттік органдардың басшылары өздері тікелей бұл жұмысты қолға алу керек. Өздерінен бастау керек. Олар өздері мысалы кетіп қалуы мүмкін да, сосын кейін айтып жатса, ол мемлекеттік қызметшіге қалды деп айтқан жоқпын, ол өз ерігімен қалды деген секілді мәселелерді көп айтады. Ал негізі тапсырма қойып қояды, таңертең мысалы 9-да осындай баяндама немесе осындай анықтама жататын болсын деген секілді. Енді мемлекеттік қызметші қайда кетеді? Ендеше алдын ала ойлау керек деген секілді. Немесе жұмыста емес, дистанционный, мысалы үйде істейсің ба, немесе обед уақытында істейсің ба деген секілді. Бірақ та кейін обед уақыты жұмыс істейсің, бірақ кешке ертерек кету деген секілді. Сондай гибкий график дейді ғой, сондай болу керек. Түсінікті. Нұрлан Серікұлы, Әйгерім Бауыржанқызы бүгін студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Апта сайын дүйсенбіден бейсенбіге дейін кешкі 18:30-да өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Айтарларыңыз бар болса, хабарласыңыздар. Редакция телефоны 55 76 40. Келесі көріскенше күн жақсы.